Алейкум. Мынандай өсімдік бар, ауылдарда өседі ғой. Бұны не дейтінін ұмытып тұрмын. Мынау ат құлақ дей ма, атын ұмытып тұрмын. Мына сыздауық шығатын баяғыда. Сол кезде міне сыздауыққа мынаны таңып қоятын болса, сальдор жағып, болмаса жақпай сыздауыққа мысалы көп менде алдын мына жеріме шыққан. Сол кезде үйсіп жағып, былай орап қойған кезде мынау іріңді өзі сорып алады. Бір 2-3 қолдансаңыздар өте жақсы көмектеседі іріңге, сондай жағдайларға. Енді кейбір бір халық емшілігімен айналысатын кейбір немелерді көрдім кісілерді. Даже мынау беттегі қатты безеу ісіп неме қылып кетеді ғой, іріңдеп деген сияқты. Сондай жағдайларда ана бетке таңып қойып жатқан, таңып, сонымен емдеп жатқан кісілерді де байқадым. Жалпы бұның емі жақсы, жаңағыдай іріңді, сыздауықты болған жерлерді жақсы жазады. Халық емі Нұрқаділ деген Instagram, YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал алтын қоңыз, құрттамыр, геморройға өнім іздесеңіздер, мынау емдеуге қатысты профильде номер тұр, сол жерде WhatsApp-қа жазыңыздар, толық ақпарат беріледі.